Биыл ел тағдырына тікелей әсер ететін Қазақстанның ұзақ жылдарға арналған бағыт-бағдары айқындалатын жыл болады. Мұны президент Түркістан газетіне берген сұхбатында айтты. Мемлекет басшысы сыртқы саясаттағы елеулі жетістіктерге тоқталып, әрбір келіссөзде экономикалық және инвестициялық ықпалдастыққа, әлемдік аренадағы қарым-қатынасқа қатысты маңызды мәселелер көтерілетінін атап өтті. Осы тақырыпты саяси сарапшы Жандар Асанмен талқыласақ, студиямызда қонақта. Жандар мырза, студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы күн. Енді президент халықаралық мынау қақтығыстарға арағайын болуға ұмтылмайтынын, бірақ кез келген уақытта диалог үшін алаң ұсынуға дайын екенін айтты. Бұл ұстаным Қазақстанның мынау сыртқы саясаттағы бейнесін қалай қалыптастырады деп ойлайсыз? Рахмет. Салиқалы саясат, байыпты дипломатия, жүйелі жұмыс. Мінекей Қазақстанның қазіргі қазақ дипломатиясын осылай деп сипаттауға болады. Жалпы 2025 жыл еліміз үшін сыртқы саясаттағы нәтижелі кезең болды десек, артық айтқандығымыз емес. Өткен жылы қазақ дипломатиясында стратегиялық баптаулар жылы болды. Өйткені бұл сөзімізге айқын бір дәлел. Қазақстан осындай бір геосаяси ахуал күрделеніп, әлемдік экономикалық үдерістер белең алған кезеңде Қазақстанның сыртқы саясаттағы рөлі мен жаһандық бастамаларға үн қатысуы біздің еліміздің көп векторлы саясатындағы, сыртқы саясатындағы маңызын одан әрмен қарай арттырды. Бұдан бөлек ел президентінің жаһандық бастамаларға бел ортасында болып көптеген саммиттерге, конференцияларға тұрақты түрде белсенді қатысуы, еліміздің және де алып державалар лидерлерімен және де өңірлік серіктестермен тұрақты кездесуі, жиі кездесуі, осы біздің еліміздің сыртқы саясаттағы рөлі мен маңызын арттыра түсті. Бұдан бөлек мемлекет басшысының сыртқы саясаттағы жаңағы бастамалары тек дипломатиялық символизммен ғана шектелмей, елімізге ірі экономикалық жобалардың, инвестициялық жаңағы жобалардың жүзеге асуымен ұштасып отыр. Бұл сөзімізге айқын бір дәлел ретінде айтатын болсам, бір ғана 2025 жылы сыртқы саясаттағы келіссөздердің нәтижесінде 70 миллиард доллардан астам сома көлемінде нақты келіссөздерге қол қойылды. Бұл деген сөз не? Бұл деген сөз еліміздің әлеуметтің әлеуетінің одан әрмен қарай артуына, еліміздің экономикасының дамуына нақты тың серпін береді. Сонымен қатар осы 2025 жылы 185 инвестициялық жоба іске қосылды елімізде. Бұл жалпы сомасы 1,5 триллион теңгені құрайды. Сәйкесінше елімізде 28 мыңнан 30 мыңға жуық жаңа жұмыс орындары ашылды. Бұның барлығы да осы мемлекет басшысының сыртқы саясаттағы нәтижелі, тиімді келіссөздерінің жүргізілуінің нақты бір айғақ ретінде бағамдауға болады. Бұдан бөлек осы қазіргі таңда Қазақстан диалог алаң ретінде қарастырылып отыр. Бұл сөзімізге бір дәлел ретінде елімізге, Астанаға ірі аймақтық лидерлердің жиі келуі және де осы көптеген жаһандық бастамалардың жүзеге асуына және де қандай да бір түйіні тарқатылмаған түйткілді мәселелердің оңтайлы түрде шешім табуына әсерін тигізіп отыр. Бұл біздің мемлекеттің осы әлемдік қауымдастық алдындағы беделі мен абыройын одан әрмен қарай нықтауға серпін беруде. Жалпы алған кезде осы қазіргі таңда мынау мемлекет басшысының өткен жылы ғана 23 мемлекетке мемлекеттік және ресми іс-сапарлары болды. Бұл жалпы барлық құрлықты қамтиды. ақш, Латын Америкасы, Азия, Тынық мұхит аймағы, сонымен қатар осы ТМД мемлекеттері арасындағы. Бұл жаңағы сапарлардың нәтижесінде сонымен қатар жаһандық жаңағы бастамашылдық біздің мемлекетіміздің және де мынау ірі жаңағы арағайындық сияқты рөлдерді нықтауға серпін берді. Түсінікті. Енді жаңағы инвестицияны айтып жатырмыз ғой, біршама құжаттарға қол қойылды. Енді мынау 2026 жылды цифрландыру және жасанды интеллект жылы деп белгілеп жатырмыз. Енді
жалпылама түрде бұл бағытта заңның ерте қабылдануы болсын, жалпы осы бағытқа бұруымыз елге осы салада инвестиция тарту жағынан қандай бір серпін береді деп ойлайсыз? Рахмет. Мемлекет басшысының бастамаларының басым бөлігі ұзақ мерзімді перспективаларды қамтиды. Былтырғы жылғы осы бастамалардың астын сызып атап өтетін мәселе жасанды интеллект, цифрлық трансформация қамтиды. Жалпы цифрлық трансформация қазіргі таңда әлем үшін өте үлкен маңызға ие. Біз мемлекетте Қытай мен ақш сияқты мемлекеттердің арасын қарым-қатынасымыз өте жақсы. Бұл біріншіден. Екіншіден, цифрлық трансформацияны жасау үшін бізге бүкіл мүмкіндіктеріміз бар Қазақстанның. Біріншіден, біздің отандастарымыздың сауаттылық деңгейі әлемдегі көш басындағы мемлекеттердің сапында. Азаматтарымыздың 100% сауатты. Бұл бірінші фактор. Екінші фактор, ақш, Қытай сияқты цифрлық технологияларда алпауыт көшбасшы мемлекеттермен біздің стратегиялық ынтымақтастық қарым-қатынасымыз оң нәтижеге ие. Бұл да болса біздің осы елімізге цифрландыру бағытында, жасанды интеллект бағытындағы инвестициялық жобалардың, әлемдік алпауыт компаниялардың цифрлық технологиялар бойынша келуіне және одан әрмен қарай жұмыс істеуіне мүмкіндіктер береді. Сондықтан да осы ретте біздің жасанды интеллект бағытындағы жұмыстарымыздың негізгі іргетасы қаланды. Атап айтар болсақ, былтырғы мемлекет басшысының жолдауында көрсетілген негізгі бағыттар жүзеге асырылып келе жатыр. Мәселен, жасанды интеллект туралы заң қабылданды. Жасанды интеллект және цифрландыру бойынша арнайы ведомство құрылды, арнайы министрлік құрылды. Бұдан бөлек қазіргі таңда осы елімізде жасанды интеллект цифрландыру бағытындағы әлемнің жетекші компаниялары келіп, өздерінің кеңселерін ашып, жұмыстарын бастауда. Бұл осы бағыттағы жұмыстардың әрмен қарай жүйелі түрде жалғасын табуына серпін береді деп ойлаймыз. Жандар мырза, сізге рахмет. Студиямызға келіп сұрақтарымызға жауап бергеніңізге. Рахмет. Құрметті көрермен, студия қонағы саяси сарапшы Жандар Асан.